Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен тез дайындалатын жасалу жолы өте оңай тай қуырдақтың рецептісімен бөлісемін. Алдымен етімізді көбіктеп туырап алып, қатты қызып тұрған майда аз-аздан салып қуырып аламыз. Менде тайдың еті сиыр етін пайдалансаңыздар да болады. Етімізді аз-аздан салып қуырамыз. Етіміздің соңғысы қуырылып жатқан кезде барлық етті салып араластырып қуырып, пиязымызды да салып қуырамыз. Тұз, бұрыш, кез келген етке арналған дәмдеуіштер қосуға болады. 1,5-2 сағатқа дейін жай отта бұқтырып аламыз. Картопымызды көбіктеп турап, аз-аздан майға қуырып, алтын түстес қылып ала береміз. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің арнама тіркеліп кетсеңіздер болады. Комментарийға келесіде қандай видео шығарғанымды қалайсыздар, сол туралы жазып кетсеңіздер болады. Етіміз пісті, оған қуырылған картоптарымызды салып 5-10 минутқа қойып аламыз. Қонақ шақырғанда немесе үйде жасауға болады. Өте дәмді болып шығады. Мен осылай бетіне әлі үшін пияздарды турадым. Ыдысымызға салып, осылай кез келген оформлениеде жасасаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет.